үлкен тарих қамтылмай қалды. Иә. Үлкен тарих қамтылмады, жазылмады. Қазақтың Алтын Орданы жазған бұрынғы тарихшылардың бәрі мына нені басып алды дейді. Қазақ тарихында солай жазылған. Қазақстанды басып алды. Моңғолдар дейді. Моңғол емес олар. Содан кейін барып моңғолдар келіп батыс дәшті қыпшақты басып алды дейді. Ал бұлардың моңғол деп отырғаны шығыс түріктері. Шығыс түріктері бұлар қазір қазақтағы Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат, Күрлеуіт, Қоралас басқарулар. Сонда Бату хан Шыңғыс ханның кезінде алды, шығыс дәштіні қыпшақтар отырды мұнда. Ал енді Бату ханның кезінде батыс дәштіні алды. Сол кезде Әл-Омари деген тарихшының жазғаны бар. Мысал болып кеткен. Билейді. Моңғолдар келіп жаулап алды дәшті қыпшақты. Біраз уақыт өткеннен кейін олар жер табиғатпен жер жеңіп, келген моңғолдардың бәрі қыпшақ болып кетті дейді. Ал онда келген моңғолдар қыпшақ болып кетті отырған жаңамен айтқан Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат және басқа рулар. Көбі үлкен рулардың арасы сіңісіп кеткен, жаңағы Қоралас, Күрлеуіт, Оймауыт деген сияқты рулар. Шын мәнісінде бұл түрік қағандығы ыдыраған кезде 9 ғасырда алдыменен оғыздар кетті ғой. Оғыз тайпалары кетті. Олар кеп Қазақстан жеріне Сырдарияның бойында орнады. Қыпшақтар 9-10 ғасырда Ертістің бойында кеп орнады. Son біраздан кейін барып қыпшақтар басқа қарай жылжып оғыздарды Сырдариядан ығыстырып шығарды. Иә. Ол жөнінде эпоста да бәрінде де бар. Соны қыпшақ, түгел қыпшақ болды. Оғыздың кейбір рулары қазақта қалып қойды. Мысалы Аққойлы, Қарақойлы деген сияқты рулар бәрі сіңісіп кетеді ғой. Содан соң 10 ғасырда Еділден өтіп барып батысты алды. Сонда жаңағы бұлар моңғол деп отырғанның бәрі шығыс түрік рулар. Ол әңгімесі көп оның. Олардың айтуынша әуел баста түрік қағанаты болды. Бірақ түрік қағанатын моңғолдар жаулап, моңғол тектілер жаулап, олар түгел моңғол болып кетті дейді. Сосын 1-2 жыл өткеннен кейін қайтадан түрік болды дейді. Ешқандай қисын жоқ нәрсе. Рашид ад-Дин тарихынан бәрінен көрініп тұр. Бұл шығыс қағанаттан кейінгі қазіргі Моңғолияның жерін жайлаған рулардың барлығы түрік рулар болды. Шыңғыс хан түрік текті рудан шыққан. Енді оның бір әңгімесі көп, айта берсе таусылмайтын әңгіме. Соны бір сөзбен айтқанда, бұл шығыс түріктері мен батыс түріктерінің, шығыс түріктері татар атанды. Шығыс түріктері мен батыс түріктері қыпшақтардың қосылу арқылы соның нәтижесінде Алтын Орда қалыптасты. 13 ғасырда аяғында қазақ халық қалыптасты. Енді ол мен жазғанымның ішінде бәрі бар, түгелдей толық қамтылды. Алтын Орданың толық тарихы жазылды деп ойлаймын. Ол қазақ тұрғысынан ғана емес, әділетті тұрғыдан, объективті тұрғыдан, шын мәнісіндегі Алтын Орданың тарихын ол біз жазып шықтық. Әрине айтқандай деректерге сүйене отырып, бұрынғы деректерге сүйене отырып, содан кейін барып кейінгі ашылған жаңалықтарға қарап отырып